Так, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бұл сабақта біз ОБТО, мен жазып кетсем, ОБТО 2020-да келген нұсқаның математикасын талдайтын боламын. Әрине барлығын емес, алғашқы 20 есебін. Бұл сабақ бірінші бөлім деп аталады. Қалған екінші бөлімі 28 варианттық есептерді екінші бөлімде арнайтын боламыз. Біршама жаңа есептер кездескен. Көбінесе оңай шығарылу жолы болса, оңай жолмен шығарып кетем. Болмаса шығарылу жолмен шығарамын. Яғни екі жауаппен шығару ондай нәрсе болмайды. Сондықтан барынша тез етеміз. Енді былай. 46 плюс 6 түбір асты 5, жалпы түбір астында не істейміз? Бұл есепті шешудің жолы былай үлкен бір екі түбір бар. Үлкен бір екі түбір бар формуласында. Мен өзім нақты қазір формуланы жазып көрсетемін, біршама уақыт кетеді. Шын кітапта бар. Не болса мұғалімдеріңізде көрсеткен болуы мүмкін. Шын кітап немесе формула кітаптарынан шығарылу жолын тапсаңыз болады. Но мен мынандай жол ұсынамын. Мынаны екіге бөліп аламыз. Міндетті түрде бір түбір астысы бар санды екіге бөлеміз. 6 түбір асты 5-ті екіге бөлсек, 3 түбір асты 5. Осы 3 түбір асты 5-ті екі санның көбейтіндісі ретінде жіктейміз. Мынандай 12 түбір астында 3 деген сан тұрса, осыны 3 түбір астында 3 плюс 4 деп. Себебі неге екеуін көбейтсек, мынау шығып отырады. 12 түбір асты 3-ті тағы 6 түбір асты 3 плюс 2 деп өйстіп. Шында қосындысы мынаны бермейді. Әрине көбейтіндісі ғана осыны береді. Және таңбасы қосуға отырамыз. Енді 3 түбір асты 5-ті екіге жіктеудің, яғни екіге көбейтіндісі болды. Бірақ варианты бар. 3 түбір асты 5 плюс 1 болды. Енді мысалға мына 12 түбір асты 3 плюс мына жерде 46 тұр ғой, яғни мысалы 12 тұратын болса, енді мынаны былай екі көбейтіндігі бірнеше әдіске жіктеуге болады. Мысалы тағы 12 түбір асты 3 плюс 1 деп жіктеуге болады. Енді мына екеуін квадраттап қосқанда, мынаны берсе, онда сол жауап бізде дұрыс. Мысалы мынаны квадраттап қосасыз, мынаны квадраттап қосасыз да, екеуін мынаны береміз жоқ па? Бермесе қате деген сияқты. Біз енді 3 түбір асты 5 плюс 1-ді квадраттап қоссақ, 9 көбейту 5 45, оған 1 қоссақ 46 шында шығып тұр. Өзі итак мынаны екі көбейтіндісі жіктеудің бір-ақ формуласы бар. Сондықтан бізде мынау дұрыс. Мынау басқа есептер берген жағдайда осы нәрсені істейсің. Мысалы мынандай нені екіге бөліп аласыз. Мысалы 24 түбір асты 4-ті екіге бөлесіз, 12 түбір асты шығады. Вот сонда осында екі көбейткішке жіктеп отырасыз. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке ауысайық. Былай. 9х-тің 4 дәрежесі минус 10х квадрат плюс 1 тең болады 0. Мұны b квадрат теңдеу деп аталады. Мына жерде енді шешу үшін мысалы x квадрат тең a деп айнымалы енгізесіз, сосын 9a квадрат қайтадан қысқаша көйтіп формула шығады. Жалпы біршама жұмыс көп. Сол үшін мен вариантты тексеруді ұсынамын. Мысалы мына екі жауапта да минус 2 бар, минус 2-ні қойып көрейік. 9 көйту минус 2-ның 4 дәрежесі 16 плюс минус 10 көйту минус 2-ның 2 дәрежесі 4, x-тардың орнына қойып жатыр минус 2-ні плюс 1. 9-16 көйтсек, так, 9-10-ды көйтсек 90, 6 54, 144 минус 40, так, 1-ді қоссақ 41. Ой, 40 плюс 1. 140-тан мынаны азайтып, оған 1-ді қоссақ, бәше 100 ба, 1 деген шығады, 105 шығады. Ол бізде 0-ге тең болу керек. 0-ге тең болмаса, яна минус 2-ні қоямыз. Ал минус 2 бізде екі вариант отыр, екі вариантта да сызып тастай аламыз. Минус 3 деген жауаптыр, минус 3-ті қояйық. 9 көйту минус 3-тің 4 дәрежесін былай жасақ болады. Так, 9 көбейту 9. Мынау квадрат ғой. Так, минус 10 көбейту 9 плюс 1. Енді екені 9 жақшын алына жіберсек мынау қалады. 2 көбейту 81, азайту 10 плюс 1. 81-ден азайтсақ 71. 71 9-ға көбейту, оған 1-ді қоссақ бізде 0 шықпайтын түсінікті. Сондықтан минус 3-ті де жауапқа кіре алмайсыз. Сонда бір ғана жауап болады. Д нұсқасында тұрған жауап. Енді Д уже мыналарды қойып көрген дұрыс емес болса, бірақ вариант қылса, онда сол дұрыс. Оны ойламай белгілеп кете беруге болады. Енді тексеріп көрсеңіз де болады, жалпы өзіңіз. Мен оған сенімдімін. Так. Келесі есепті былай. X және Y мыналардың дұрыс жауаптары, мына теңдеуден жүйелі теңдеуден шыққан жауапты мынандай формулаға салып шешесіз дейді. Енді X плюс Y-ті қалдырасыз, 7-нің квадраты тең болады 9. Біз жалпы логарифмдік теңдеулер деген тақырыпта осының барлығын өткен болатынбыз. Или көрмеген болсаңыз енді өтеміз. X минус 11 Y тең болады 1-ге. Енді қарайық. Ой, 7-ің 2 дәрежесі 49 деген моменталға жазып қойдым. Енді екі санның қосындысы 49, 11-ге көбейтіп, не азайтқанда 1 шығады. Ол сразу ойлануымыз керек. Ол 45 пен мысалы 4. Мына жерге 45-ті қойсақ, 4 көбейту 11, ол азайтышында 1-ді береді. Сонда бір жауап X-тің жауабы 45, Y-іміз 4. Сонда енді мына формула не дейді? Мына 45-ті қойыңыз, азайту 4-ке Y-ні 4-ті қойсаңыз, оңға көйтсеңіз 40. 45-тен 40-ті азайтсаңыз 5, 5-ті квадраттайсыз 25. 25 бізде С нұсқасында тұрған жауап. Алғашқы 3 есеп кетті. Енді келесі бізде 4-ші есеп былай. Мына жақтан көрсетейік.
суреттегі тікбұрышты параллелепипед пішіндес күмістің массасы 735 грамм, мынаның массасы 420 грамм. Дәл осындай тікбұрышты күмістің көлемі қаншаға тең дейді. Жалпы мына көлем табамыз, ол көлемі мына үшеуінің көбейтіндісі, табанның көбейтіндісін табу үшін 2-ні көбейтеміз, биіктігіне көбейтсек көлем шығады. 5 көбейту 2 көбейту 7. Осы былай ұзын сызықпен қойыңыз, пропорция түрінде 735 граммға сәйкес келеді. Ал 420 граммдығы қанша деген андай x пропорция құрамында. X тең болады нешеге? 420 көбейту 5 көбейту 2 10, 10-ға 7 бөлсек 70. Бөлінген 735. Жалпы мынаны көбейтіп 19 мың бірдеңе шығамыз, шамамен сондай 735-ке бөлсек, или қысқартып жетін болсақ, бізде шыға қалатыны в нұсқасында тұрған 40 деген жауап. Енді бұл түсінікті болса, келесі есеп x квадрат минус x минус 20 бөлінген x минус 7 кішіне тең 0-ден. Енді бұл вариантпен тексеру келеді, бірақ вариантпен тексеру қиындау болады. Себебі неге? Өйткені мынау күрделірек теңсіздіктер. Не істейміз? Үсті 0-ге теңестіреміз, бөлімі 0-ге теңестіреміз. Біз теңсіздіктер деген тақырыпқа үйреткеніміз бойынша. Енді не істейміз? Үстінде x квадрат минус x минус 20 тең болады 0. Ескермен табасы 9-дың квадраты болады. Так 1 плюс минус 9 бөлінген 2, так 12 бөлсек 5, азайтып 2 бөлсек минус 4. Квадрат теңге шешуді біз теңде деген тақырып өттік. Енді оны ұзақ тоқталмай қояйық. Жалпы түсінікті болды. Енді қысқа барлығын шарлы жол. Так 5-те минус 4, астына 0-ге теңестірсек, x минус 7 тең 0 десек, ол 7-ге тең болады. Енді мынандай не сызатын едік бізде? Минус 4, 5 және 7 деп мына барлығын салып аламыз да, қараймыз. X квадраттың алды 10 екен, мына яқты плюс, минус, плюс, минус дейміз. Себебі неге? Бұның бәрін курста өттік, қалай белгілейтініміз. Так 0-ден кішіне тең деген аралықта бойымыз минус аралық. 0-ден кіші болса, онда минус қояды, 0-ден кіші. Яғни мына теңсіздігіміз 0-ден кіші деген сөз, ол минус аралықта жатыр. Минус 4. Енді астында теңі бар қоя, қарап тұрсақ, теңі болса, онда мынандай сандарға жай жақша қойылады. Астында 7 астына шықты, x тең емес 7-ге болады, 7-ні қойсақ, уже асты 0 болып қояды. Сондықтан 7-ге міндетті түрде жай жақша қоямыз. Мысалы, біз аралықты боядық, 7-ге жай жақша қоямыз. 5 пен 4 үстінен шықты, екеуіне тік жақша қоямыз. Ортада бірігу бар. Және минус x-тен минус 4-ге дейін, 5-тен 7-ге дейін. Бізде ең нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Тік жақшаны қалай қою керек? Оның бәрін біз теңсіздіктер тақырыбында толық қамтып өткен болатынбыз. Бұл жерде ұзақ тоқталмаймыз. Енді келесі 9-дың x квадрат минус 4x дәрежесі кішіне тең 1-ден дейді. Не істейміз? 1-ді 9-ды 0 дәрежесі деп аламыз да, мына 9 мен 9-ды қысқартып жібереміз, сонда біз дәреже көрсеткішіне теңестіреміз. x квадрат минус 4x кішіне тең 0. Так, астында 3x үлкен 6-тан дейді, x үлкен 3-ті 2-ге бөліп жібереміз, 6-ға бөліп жібереміз, 2 шығады. Мынадан x жақшаны шығарамыз, x минус 4 кішіне тең 0-ден. x тең болады 0-ге, x тең болады 4-ге, мына x-ті жеке теңестіреміз, мына жақшаны үшін жеке теңестіреміз. Енді 0 және 4-ті қоямыз, плюс, минус, плюс. Неге өткен? X квадраттың алды 10. Сондай таңбаны қоямыз. 0-ден кіші тең аралық дейді, минус аралықты қоямыз. 0 мен 4-тің арасы. Және мұнда 2 деген сан бар, 2-ні мұнда қойып жібереміз де, 2-ден үлкен дейді, 2-ден үлкен аралықты қойып жібереміз. Сонда 2 рет қиылған жер 2 мен 4-тің арасы. 2-ге жай жақша, 4-ге тік жақша. Неге? 4-ге астында тең бар. Сонда 2-ден үлкен теңсіздік, және мынаған қатаң. Сонда бізде ең нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Так, келесі. Бізде шектеусіз кемел геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз. Оның формуласы мынандай болатын. V1 бөлінген 1 минус q. Бұны барлығымыз білеміз. Бізде былай 7 бөлінген 9 дейді біріншісі, екіншісі 3-тен 1, үшіншісі 7-тен 1. Енді қарай кеміп барады ғой. Қандай санды 7-тен 9-ға қандай санды көбейткенде 3-тен 1 шығады. 7 бөлінген 9-ға көйтеміз, сол біз 3-тен 7. Мына екеуін қысқартып жібереміз 3, мына қысқартып жібереміз 3-тен 1. Мына шығады ғой. Сонда 3 бөлінген 7 оның несі еселігі. 3 бөлінген 7. Мынаған бір санды көбейткенде мынау шығады. Мынаған тағы бір, дәл мына екенің арасында көбейткен q-ды көбейтсек мынау шығады. Прогрессия деген тақырыпты оның бәрін түсіндірдік. Жалпы, егер тақырыпты көрген болсаңыз, сіз менің не айтып отқанымды түсіндіңіз сразу. Енді келесі q тең 3 бөлінген 7. Q-ды таптық қой. V1 бар. Так, енді s тең болады бізде V1 бөлінген 1 минус q. Енді V1 деген бізде неше? 7 бөлінген 9. 1 минус, так, 3 бөлінген 7. 7-тен ортақ бөлім берсек, 7 азайту 4. 7 бөлінген 9. 4 бөлінген 7. 7-ге 7-ні көйтеміз 49. Так, үстінде 49, астында 4 көйту 9, 36. 49 бөлінген 36 деген бізде ең нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Келесі, бұлай, y тең түпірасында косинус x, y тең 0, y тең минус пи, x тең минус пи бөлінген 4, x тең пи бөлінген 4 сызықтармен шектелген трапецияның
қисықсыздықты трапецияның ОХ өзімен айналдырғанда пайда болатын көлемді табыңыз дейді. Енді жазайын. Көлем тең болады неге? Пи көбейту интеграл, мынада шектер тұрады. Бұл жерде f квадрат функцияны квадраттаймыз. Дәл осы бойынша пи көбейту, так, интеграл, бізде шектер біреу пи бөлінген 4, біреу минус пи бөлінген 4. Астында тұр. Мынаның ішінде түбірасты косинус x квадраттық түбірмен квадраттық сарып кетсе, косинус x қалады. Тең, так, косинус x-тің алғашқы функциясы, так, пи тұра береді, алғашқы функциясы синус x. Енді мына жерде пи бөлінген 4, үстінде астында минус пи бөлінген 4. Енді қоямыз, пи бөлінген 4 қойсақ, синус пи бөлінген 4 деген түбірасты 2 бөлінген 2. Мынаны қоямыз бірінші. Оннан көйтсек, түбірасында 2 пи бөлінген 2. Азайту, енді мынаны қоямыз. Азайту деймізде пи синус минус пи бөлінген 4 қоямыз. Ішіне астындағысын қоямыз. Мына минус көйтсек плюс болады. Мына апсайыз. Бұдан да синус пи бөлінген 4 қойып, көйту пи, одан да түбірасты 2 пи бөлінген 2. Неге өткен мына пиді көйтіп жатыр. Так, сонда түбірасты 2 пи бөлінген 2 плюс 2 түбірасты 2. Екеуін қоссақ, түбірасты 2 пиге түбірасты 2 пиді қоссақ, 2 түбірасты пиді береді. Бөлімді 2 мен 2 қысқарып кетеді. Түбірасты 2 көйту пи бізде ең нұсқасында тұрған жауап тұрыз. Так, бұлай центрлік бұрыш 45 градусқа тең болатын сектордың ауданын дөңгелек ауданның қандай бөлігіне тең екен табыңыз дейді. Центрлік бұрыш деген мынау. Осы 45 градус дейді. Енді осы центрлік бұрыш 45 градус болса, жалпы мынау деген мынау 45 градус. Мынау 45 градус болса, жалпы мына сектордың ауданға қаншаға тең дейді. Егер мынау 45 градус болса, мына бұрыш осыдан тура 2 еселген болады. 45-ті 2 өйтеміз 90 градус. Ал 90 шеңбер жалпы 360 градусты құрса, 90 градус оның 4-тен 1 бөлігі ғана. Біз жаңыз қасына тұрған жауап тұрғыз. Так, келесі. Осындай скороспен 9-шы есепті аяқтап тастадық. Енді так бұл емес. Мынау ғой. Бұлай. Келесі есеп. Кубтың диагоналы 6 см. Кубтың қырының ұзындығын табыңыз дейді. Бізде диагоналын табатын формуланы көрсеткен боламыз. Т квадрат тең болады а квадрат плюс б квадрат плюс с квадрат. Кубтың табандары және нені қойдыңыз. Не болса формуласы осылай. Жалпы призмалардың несін табатын осындай формула. Сонда үшеу бірдей болса, бізде куб қой, кубтың қыры, табанның қыры және биіктігі үшеу бірдей болады. Үшеуді а болса, қоссақ 3а квадрат болады. д квадрат дегенде д тең болады түбір астында деп алсақ. Не болады? А түбір астында 3 қалады. Ашық кетеді квадраттан. д дегеніміз 6-ға тең, а түбір астында 3. Осы жерден аны тапсақ не болады? 6 бөлінген түбір астында 3. 6 түбір асты 3 бөлінген 3 болады. Иррационалдан құтсақ 2, 2 түбір асты 3. 2 түбір асты 3 бөлінген сыныс қасында тұрған жауап дұрыс. Келесі. 4-ші мүшесі 24-ке тең, 6-ші мүшесі 192-ке тең болатын. Так, жазайық. В4 тең 24, В6 тең 192 болатын. Геометриялық прогрессияның еселігінің квадратын табыңыз дейді. Жалпы В6 тең болатын нешеге? В4 көбейту q квадрат. Неге өткен мынамен мынаны қосылса бізде мынаны беріп отырса болды. Біз үйреткен бойынша. Q квадрат тапсақ не болады? В6 бөлінген В4. Енді 192 бөлінген 24, мәндерін қоямыз ғой. Бұл тең болады бізде 8-ге. Қателеспесем. 8-ге тең болады. Сонда бұл В нұсқасына тұрған жауап. Өте оңай. Келесі, мынандай бір шаймал шатастыратын есеп берген. Мынандай бөлке 7-нің x-тің 3 дәрежесі, ішінде 6x-тің 5 дәрежесі, яғни 3-ті қойсаң x-тің 5 дәрежесі уже шатасыңыз мүмкін. X-тің мәні 3-ке тең, және мына өрнекті шешті. 7x-тің 3 дәрежесін 6x-тің 5 дәрежесіне көйтсек, 42x-тің 8 дәрежесі шығады. Азайту 7x кубты 3-ке көйтсек 21x куб. Таңбасы оң болады. Азайтылған 24. 2x-ті 21x-тің 7 дәрежесіне көйтсек, минус 21 x-тің 42x болады. 2-21 дейсеміз 42. X-ға x-тің 7 дәрежесіне көйтсек 8. Уже қараңыз, мұна плюс, мұна теріс уже қысқарып кетеді. Күрделі сандар өсіп жойыла береді. Так, минус 2x-ті плюс 5-ке көйтсек, минус 10x болады. Сыртында тағы не бар? Сыртындағыларды көшірсем, минус 21x куб плюс 22x плюс 43. Енді, так, мына таңбасы терістері қысқарады. Мыналар қысқарады. Сонда бізде не қалады? Плюс 22x минус 10x қанша болады? 12x-ті береді. Так, плюс 43 минус 24. Минус 19-ді береді. Плюс 19-ды беру керек. X-тің уже ең соң бізде қалған осы. Енді x-тің мәні 3 дейді. 3-ке 12-ні көйтесіз 36. 36-ға 19-ді қосасыз. Қанша 36-ға 19-ді қоссақ? 50, так,
55 болады. 55 бізде ең қысқасы тұрған жауап. Келесі, бірақ шынында да бұл оңай, негізді шығарып қажет жоқ. Негізді маған түсіндіріп қажет жоқ. Логарифм 3 негізді x плюс логарифм 3 негізді, так, мынаны жақындатып жіберемін ғой деймін. 3 негізді x плюс логарифм 3 негізді x минус 1 кішіне тең логарифм 3 негізді 2-ден x квадрат минус 4 үлкеніне тең 0-ден. Не істейміз? Мына 1 дегенді логарифм 3 негізді 3 деп алмастырсақ болады. Оның алдында 2 логарифм қосылып тұр, негіздер бірде не болады? Дәреже сандары көбейтіледі. X көбейту x минус 1 болады. Мынаның санымен мынау көбейтіледі. Ортада азайту бар, және 1-ді логарифм 3 негізді 3 дедік. Кішіне тең логарифм 3 негізді 2-ден. Енді мынау логарифм 3 негізді x көбейтілген x минус 1 бөлінген мынау болады. 3 неге өйткені мына негіздер бірдей, логарифм сандары бөлінеді, егер азайту болғанда қосып болса көбейтіледі. Кішіне тең логарифм 3 негізді 2-ден. Енді логарифмдер қысқарып кетеді, мынау болады. x көбейтілген x минус 1 бөлінген 3 кішіне тең 2-ден. Так, x-ті жақшан ішіне көйтсек x квадрат минус x, мына 3-ті мында көйтіп жібереміз. 2 көйтсек 6, ол теріс көйтсек минус 6. Кішіне тең 0-ден. Осы жерден бізден x-тің бірінші және екінші мәнін тапсақ, бізде шығады. Мен сразу айта салайын, x-тің бірінші және екінші мәні квадрат теңде ғой. 3-те минус 2 болады. 3-те минус 2. Енді логарифмнің анықталу облысы деген бар. Бізде мына нәрсе x көбейту x минус 1 үлкен 0-ден болу керек. Енді бұны шешетін бізге x квадрат минус x. Одан жалпы жеке-жеке 0-ге теңестіреміз, x тең болады. Жақшан үшін теңестіреміз, сыртын теңестіреміз. Так, 0 және 1-ді саламыз. Үстінен минус 2 және 3-ті саламыз, жеке-жеке саламыз ғой. Так, плюс, минус, плюс. 0-ден үлкен дедік, үлкен аралық плюс аралықтарды бой қоймыз. 0-ден кіші, 1-ден үлкен. Минус 2, минус 3-ті қарайық мына жерде. X квадратын таңбасы соң, сонда плюс, минус, плюс. 0-ден кіші не тең деген аралықты бойымыз, минус аралық. Минус аралық ортасы болады, кешіңіздер. Мына жерді қате болып саптым. Минус 2 мен 3-тің арасы болады. Енді жақшан астына не шығады? X квадрат минус 4-тен x тең болады 2-ке, x тең болады минус 2-ке. X квадрат минус 4-те x минус 2 көбейту, x плюс 2 деп жүктеп аламыз. Кіші үлкеніне тең 0-ден жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сол кезде біріне 2, біріне минус 2 шығады. Бұны да сан өсіне саламыз. Минус 2-де 2, таңбасы оң, теріс оң болады. 0-ден үлкеніне тең аралық, минус аралық. Енді бізде мына үшеуін не істейміз? Осы үшеуін бір жерде қиылыстырамыз. Так, бізде мынаны алып тастаймыз, мынаны алып тастаймыз, мынаны алып тастаймыз. Уже шығарылу жолдарын алып тастаймыз да, ең соңғы қалған нәрсені ғана қиылыстыра салсақ жеткілікті. Өйткені мына бір мида штаб. Так, не істейміз? Бәрін бір сан өсіне саламыз. Минус 2 ішіндегі ең кішкентай минус 2. Одан үлкені так, жерде 2 ғой. Минус 2-ден үлкені 0, одан үлкені 1, одан үлкені 2, одан үлкені 3. Енді мынадан бастайық. Минус 2-ден кіші, плюс 2-ден үлкен. Минус 2-ден кіші, плюс 2-ден үлкен. Мына кетті. 0-ден кіші, 1-ден үлкен. 0-ден кіші, 1-ден үлкен. Мына жерге қарайық. Минус 2 мен 3-тің арасын бояйық. Минус 2 мен 3-тің арасын бояймыз. Наралықтан бастап бояп келеміз. 3-тің тұсына дейін бояймыз. Сонда бізде 3 рет қиылысқан жер мына жер ғана болып тұр. 2 мен 3-тің арасы. Енді мынандай екеуінде де не тұр? Екеуіне де не болады? Тік жақша болады. Себебі 3 үстіндегі неден шықты? 2 астынан шықты. Екеуінде де тік жақша болады. Бізде не деген? Бүтін, ең үлкен бүтін шешім табыңыз. Бізде 2 мен 3, ең үлкен бүтіні бізде 3 болады. Сонда 3 нұсқасында тұрған жауап бізде дұрыс. Так, келесі. Интеграл 1-де 2 4x dx үлкен 5 бөлінген 2x плюс 1-ден дейді. Не істейміз? Интеграл 4x-ті тапсақ, ол x квадрат болады, Так, 2x квадрат болады. Себебі x-ның несі x квадрат бөлінген 2, 4-пен қысқартса x 2x квадрат болады. Мына жерде 2 1 үлкен не тең 5 бөлінген 2x плюс 1-ден. Енді мынаға 2-ні қоямыз, және 1-ді қоямыз, азайтамыз. 2-ні қойсақ 4, 2 көйтсек 8, азайту, 1-ді қоямыз. 1-дің квадрат 1, азайту, көйту 2. Так, кіші не тең 5 бөлінген 2x плюс 1-ден. Енді 5 бөлінген 2x плюс 1, мынаны просто былай жаздым. Так, 6 болса 6-ны теріс қып мұнда өткізсек, минус 6 болып өтеді, үлкен 0-ден. Мынаған 2x плюс 1-ді
ортақ бөлім бересіз. Так, минус 6 көйту 1, 5, минус 1 болады. Минус 6 көйту 2х, минус 12х болады. Бөлімінде 2х плюс 1. Кіші нөлден. Енді мынаның алдын 10 қылуымыз керек. Минус 12х-ның алдын 10 қылса, так, ол кезде мынаны таңбаста кері ауысады. Минус 1 еді, плюс 1 болады. Астындағысын таңбасы ауыспайды, көшіп жазасыз. Есесіне мына жүйе ауысып кетеді. Теңсіздік ауысып кетеді. Былай қарап кетеді. Енді үстін 0-ге теңестірсек, минус 1 бөлінген 12 шығады. Астын 0-ге теңестірсек, минус 1 бөлінген 2 шығады. Енді осы екеуін саласыз. Так, минус 1 бөлінген 12. Так, мына жақта тұрады. Минус 1 бөлінген 12. Және минус 1 бөлінген 2. 0,5. Так, 0,0 дұрыс. Плюс, минус, плюс. Мынаны қараймыз. 0-ден үлкен аралық, плюс аралықтарды боямыз. Минус 1 бөлінген 12-ден плюс 2х-ке дейін, минус 2х-тен минус 2-ден 1-ге дейін. Енді осыны таңдап тауып алайық. Так, минус 2х-тен минус 1 бөлінген 2-ге дейін, минус 1 бөлінген 12-ден плюс 2х-ке дейін деген жауап бізде. Нұсқасында тұр екен. Енді келесі 15-ші есеп бізде оңай. Ал ағаш көлеңкесінің ұзындығы 10-нан 2 метр, ал бойының биіктігі 1,75, адамның көлеңкесінің ұзындығы 2,15 дейді. Көлеңкесінің негізгі нақты бойының ұзындығына бөлеміз. Осы қатынас тең болады неге? Ағаштың көлеңкесінің ұзындығының ағаштың негізгі өзінің биіктігіне бөлгенге. X тапсақ осы жерден пропорция. 1,75-ке 10-нан 2-ні көйтеміз, оны 2,5-ке бөлеміз. Сонда бізде шығатын 7,14. 7,14 бізде С нұсқасында тұрған жауап екен. Енді келесі есеп қарайық. Мына есеп енді мынау период не бұл 5-ші сыныптың есебіне бұны шығара алады деп есептеймін. Бұны шығарып уақыт құртпай қойын. Бір сам уақыт кетеді сонда. Сіздер шығара алады деп есептеймін. Так, келесі бізде АВС үшбұрышының төбелерінің координаттары А, так мында жазып отырайын. А, В, С. А бұрышынікі 0, 1, минус 1 дейді. В бұрышынікі 1, минус 1, 2. С бұрышынікі 3, 1, 0. Осы үш бұрышта С бұрышының косинусын табыңыз, мына бұрышының косинусын табуымыз керек. Ол үшін СВ және СА деген векторлар табуымыз керек. СВ векторы нешеге тең болады? СВ дегеніміз сөз В-ның векторынан С-нікін азайтамыз. Себебі В екінші тұр. 1 азайту 3 минус 2, минус 1 азайту минус 1 минус 2, 2 азайту 0, 2-ні береді. Саны табамыз. Са тең болады нешеге? 3 азайту 0, 3, 1 азайту 1, 0, 0 азайту минус 1, плюс 1-ді береді. Енді осы жерден ұзындықтарын табамыз. СВ-ның ұзындығы бізде координаттарын квадраттап қосамыз. Үшеуде 2 квадраттап қоссақ 12 болады, түбірастың 12. Саны квадраттап қосамыз, так, 9, оған 1-ді қосамыз 10. 0-дің квадраты 0 болады, түбірасты 10. Енді косинус альфаны табу үшін не істейміз? Үстінде мына екеуін көйтеміз. Екі нәрсенің, екі векторның скаляры көйтін істедік қой, екі вектор. Так, минус 2 көйту 3, минус 6, 2 көйту 0, 0, 2 көйту 1, 2, плюс 2. Енді так, көйтік минус 6 бөлінген 0 дұрыс. Енді қарайық. Астында, түбір астында 12, астында ұзындықтарын көйдіңіз. Түбір асты 12 көйді, түбір асты 10, тең болады. Бізде бізде С дегенде А-ның векторынан С-нікін азайтамыз ғой. 0 азайту 3 дегеніміз ол минус 3-ті береді. 1 азайту 1, 0 дұрыс, сонда минус 3 болады. Минус 3-ке минус 2-ні көйтсек плюс 6 болады екен. Мен осы жерден қате кетіппін. 6 қосылған 2, 8, астында түбір асты 12 көйді, түбір асты 12 деген 4 көйді 3 болса, 4 шығып кетсе 2 қалады, 3 қалып кетеді. 2 түбір асты 3 көйді, түбір астында 10, 2 мен 8 қысқарса 4, так, тең болады нешеге бізде? 4 бөлінген түбір астында 30. Енді 30-ды көбейтсек, түбір астында 30, 4 түбір астында 30 бөлінген 30 боламы шамамен. 12-ден 3 шығып кетсе 10, 2 мен 8 қысқарса. Так. Бізде 1 көйту 2, СВ 2 азайту 0 дұрыс. Минус 1 азайту 0, бізде минус 2-ні берем басында. Так, СА минус 2, СВ минус 1 болады. Минус 1 көйту 2, минус 2,
6 азайту 2 4-ті береді мына жерде. 4 пен 2 қысқарып, енді барып 2 қалады. Сонда мына жерде 2 тұрады, мына жерде де 2 тұрады. 2 мен 30-ды қысқартасыз, түбір астында 30 бөлінген 15. Түбір астында 30 бөлінген 15, бізде сан нұсқасында тұрған жауап. Келесі. Бұлай, қалада 20 мың адам тұрады, олардың 20%-ы балалар мен жасөспірімдер. Ересектердің ішінде, яғни балалар мен жасөспірімдер арасында қалған ересектер. Ересектердің ішінде 35% жұмыс істемейді. Жұмыс істейтін ересектердің санын табыңыз. 20 мың адамның ішіндегі 20% балалар болса, қалған 80%, яғни 0,8 көйте 20 мың деген бөлігі бізде ересектер. Көйтсек неше болады? Мына мен мынау кетеді. 8-ге 2-ді көйтесіз, 16 мың шығады. 16 мың. Енді 35% жұмыс істемейді болса, қалған пайызы, яғни 100-ден 35 айырсақ 65 бола ма? 65% 0,65 жұмыс істейді. Осыны тапсақ болды. Мынау екеу кетеді. Так, тағы біреу кетеді. 65. 65 көйте 160. Бізде 10.400 шығады екен. Енді бұл өте оңай есеп. Келесі 0,13 дейді. Бұлай жазып қойған. 0,13 периодта осының 2х дәрежесі кіші 2 бөлінген 15-тің 2 дәрежесінен. 2-ні 15-ке бөлсек, бізде 0,13 периодтағы сан шығады. Мынандай, сонда мына мен мынау 2 бірдей деген сөз. Сонда 2х, енді 2-де бірден кішкентай сан болғаннан кейін, мына теңсіздік кері ауысып кетеді. Х кіші бірден. Үстінен мынандай нәрсе шығады, оңай. Астында х плюс 7 бөлінген 4 кіші 3-тен дейді. 4-ті 3-ке көйтесі 12, х үлкен, так 12 азайту 7 бола ма? Х кіші, так 12-ден 7 азайтсақ 5. 5-тен кіші 1-ден үлкен болса, онда 1 мен 5-тің арасы деген сөз. Бізде ең нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Енді келесі бізде соңғы 20 есеп, 20-шы есеп былай көрсетілген. Тікбұрышты үшбұрыштың катеттері 3-те 4. Так, былай салып қойсам. 3-те 4. Үшбұрыштың жазықтығынан, жалпы үшбұрыш астынан d нүктесі үшбұрыштың төбелеріне дейінгі қашықтықтар тең дейді. Яғни бір d деген нүкте алсақ, былай бір үшбұрыштың төбелеріне бір сызықта жүрсек, оның барлығы тең дейді. Бұл нені көрсету? Уже пирамида пайда болды. Соны сипаттап тұр. D нүктесінен үшбұрыштың жазықтығына дейін, яғни негізгі биіктік түбір астында 5-ке тең деген сөз. Бұны көрсетіп тұр. Енді не дейді бізде? D нүктесінен үшбұрыштың төбелеріне дейінгі, яғни бер қабырғасын табыңыз дейді. Не істейміз? Так, 3-4 болса катет 5. Енді жалпыны астында биіктік табу үшін 2 катетін көйтіп, 4 көбейту 3-ті бөлеміз 2-ке тең болады 5 көбейту h бөлінген 2. Неге үшбұрыштың астындағы үшбұрыштың биіктігі? Так, мына екілер қысқарады, h тең болады нешеге? Так, 12 бөлінген 5 бола ма? 12 бөлінген 5. Енді осының 3-тен 1 бөлігін аламыз, жалпы мына үстінен түсетін биіктік, астынан түсетін биіктіктің 3-тен 2 бөлігіне түседі деген ереже бар. 3-тен 2 көйту 12 бөлінген 5 қысқарып кетеді. 4 көйту 2 8 бөлінген 5 қалады. Яғни 8 бөлінген 5, мына түбір асты 5. Енді бір бөлігі 8-ден 5, түбір асты 5. Тікбұрыш үшбұрыш шығады ғой, мысалы мына жерден былай жасасақ тікбұрыш үшбұрыш шығады. Екеуін квадраттап қосамыз. Жалпы неше шығады? Сол кезде бізде мынандай біреу бір бөлшек, біреу түбір асты 5. Екеуін квадраттап қосамыз, әрине 8 бөлінген 5 емес, ол 3-тен 2 бөлігіне тең. Екеуін квадраттап қосамыз, бізде А нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Енді нақты мен сызбаны дұрыс сызбағасын сіздерге сәл түсініксіз болып тұр. Мынандай бір пирамида тауып аласыздар, или үш қабырғасы тең берілетін пирамиданы тауып аласыздар, және соған қатысты формулалар көрсеңіз түсінесіз мен не айтып тұрамын. Так, түбір асты 5-ке квадраттап қосамыз, осының 3-тен 1 бөлігінің ашын. Сол кезде бізде шығады 3 түбір асты 5. Жалпы нұсқа талдаудың 20 алғашқы 20 есебі бітті. Нағыз ұбт-да келген нұсқа. Енді қалған 10 есепті мен неде талдаймын? Келесі сабақта.